сәуір айынан бастап біздің ұйым Қазақстан Тәуелсіздік бағы жастар қоғамдық бірлестігі Атырау облысы жастар саясаты мәселелер басқармасымен бірігіп жастар дағдарыс орталығын аштық. Осы жаңағы біздің ашылған дағдарыс орталығы қаланың ортасында бөлек осындай бір кабинет ашылып, осы жерде тек қана осындай орталық емес, сонымен қатар сенім телефоны да жұмыс жасайды. Біздерде жұмыс уақытын айтатын болсақ, ол әр күн сайын және демалыстарда обедкі сағат 2-ден кешкі 6-ға дейін әртүрлі консультация алуға болады, психологиялық мәселелер бойынша. Тағы да бір ерекшелікті айтатын болсақ, біздер ол заң бойынша консультация алуға болады, ол юрист жұмыс жасайды біздерде. Сәрсенбі сайын жаңағы общий айтатын болсақ, қандай мәселелермен жастар бүгінгі күні келеді біздерге, ол әсіресе жаңағы өзінің коллективтағы мәселелер бойынша, одан кейін жеке жаңағы семья, отбасы бойынша сондай да мәселелер кездеседі. Юристке келетін көбінесе мынандай бір мәселелер, ол өзінің жаңағы құқықтары бойынша, жеке осы еңбек құқығы бойынша консультация алады. Одан кейін мысалы басқа да мәселелермен заң туралы. Біздің осы тағы да бір осы жобаның бір мақсаты, ол тек қана осы дағдарыс орталығын ашу емес, сонымен қатар біздің облыстағы жоғарғы оқу орындарымен және колледждермен жұмыс жасау. Өткені біздер бүгінгі күні колледждер бөлек жұмыс жасайды, жаңа жоғарғы оқу орындар бөлек жұмыс жасайды. Біздер осы жобаны ашар алдында осындай бір үлкен тренинг ұйымдастырдық. Оған біздер әлеуметтік психологтарды, әлеуметтік жұмысшыларын осы колледж бен институттарын шақырып, осы жерде үлкен тренинг ұйымдастырып, жаңағы таныстық. Өткені оларда бір шешілмейтін бір мәселелер болса, біздердің жаңағы дағдарыс орталығына жастар жіберуге болады. Мысалы, біздер баяғыда осы сауалнама өткізгенде, сонда бір мынандай бір мәселе шықты. Ол мысалы кейбір жастар осы әсіресе жаңағы колледжде болсын, мектептерде және жоғарғы оқу орындарда ұялады, өзінің іштегі жаңағы психологтарға баруға ұялады. Қорқады біріншіден, мүмкін оның мәселесі туралы көпшілік біліп қояды деп. Сондықтан да осындай Атырау облысы жастар саясаты мәселелері қолдап, осындай дағдарыс орталық ашып, жастарға бүгінгі күні осы толықтай көмек көрсету үшін ашылып отырмыз. Осы дағдарыс орталығының осындай бір негізгі мақсаты бар. Психология входит. Допустим, по этим инструментам тест Айзенга, тест Шмидта, это самый, если честно он отвечает, тут сразу видим, если он врет, тогда зачем он проходит? Нет, по тестам будет. Когда кризисного центра не было, наверное, было бы очень сложно говорить о том, что можно оказать помощь в школе, в колледже, в университете, или есть какие-то сложности, когда в семье нужно что-то решить. Но с открытием кризисного центра молодежь, а их по списку на сегодняшний день обратившихся более 152 человек, обращаются по разным вопросам. Самые часто встречающиеся – это внутриличностные конфликты, внутрисемейные конфликты, конфликты внутри коллектива. И самое сложное, наверное, это установить контакт, понять другого, научить общаться друг с другом, уступать, подстраиваться, находить компромиссные решения. Сложно, когда приходят и просят психологической помощи родители. Самому ребенку не кажется так, а родители с удовольствием отправляют к нам детей. Есть случаи, когда, записавшись уже на прием по телефону, человек не приходит. И мы в недоумении, почему он не пришел. Перезваниваем, ищем, но человек не поднимает трубку. Для нас это, конечно, непонятно. Мы с удовольствием помогаем всем желающим. Например, вот сегодня у нас на приеме была девушка, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации, беременная, одна, когда молодой человек отказался жениться, взять на себя ответственность. И мы могли передать ее сложное состояние на другой социальный проект «Дом мамы», где девушка может находиться в трудный момент до 1,5 года, исполнения ребенку 1,5 лет.
Или случай, когда происходят бракоразводные процессы и похищаются документы одним из супругов, и развод невозможен. Юрист занимается у нас тем, что решает трудовые споры по трудовым договорам, установка там, очереди на получение квартиры, садика. Ну, хочу сказать, что, конечно, если бы культура обращения к психологам в городе существовала бы на том уровне, на каком находится, допустим, в европейских городах, то, наверное, бы проблемы, которые есть у нас у молодежи, они бы решались бы намного быстрее. А так мы ждем вас всех у нас в кризисном центре. Приходите, у нас очень квалифицированные сотрудники, доброжелательные, работают каждый день, ежедневно и по выходным, и в будние дни. Приходите, мы вас будем ждать.